Ал немерелерім, бүгін біз қазақтың ұлттық ойындарын ойнаймыз. Көне қалып бара жатқан ұлттық ойындарды сендерге айтып көрсетейік. Қандай ойындарын білесіңдер қазақтың ұлттық? Қол күрес, өгіз тасқыш, қантарапай, асық серпе, бескене. Ой, жарайсың. Ал немерелерім, біз енді қазір қазақтың ұлттық ойынын ойнаймыз. Қалып бара жатқан ұлттық ойынын ойнаймыз. Ол үшін біз қазақтың мынандай бауырсағынан, қаттама ірімшігінен, мынау сусындары қымыз айраннан ішіп әлденіп аңдар, иә? Әлденіп Ал балалар, бүгін біздің ойнайтын ойынымыз шыр ойыны. Біз бұны күнделікті оқу іс-әрекетімізде ойнап жүрміз ғой, иә? Шартын білеміз. Ал мынаны мен аламын, әркім өзінің түсін алады. 1, 2, 3. Ол жылдам алдыңа жина. Алдың. Балалар мына шеңбер бойына өзіміздің асықтарымызды тізіп шығайық. Кәнеке жылдамырақ. Бүгінгі ойынның жеңімпазы Алдияр мен Ерғанат болды. Өте мерген екенсіздер балалар, жарайсыңдар. Ал балалар, бізді қазақтың ұмытылып бара жатқан ұлттық ойынымыздың біреуі бескене ойыны балалар. Бескене кәдімгі біздің шашки ойынымыз сияқты. Алдымыздағы қапшықтарменен ойнаймыз. Алдыға, артқа және жәніне қарай жүруге болады. Бірінші Ерғанат, сен басташы. Жарайсың Нұрым. Ерғанат қалай жүреді екен көрейікші. Жарайсың. 1, 2, жарайсың. Ал балалар, біздің бескене ойынымызда кімнің қапшығы көп қалды? Санап көрейікші. Нұрымдікі 1, 2, 3. Ерғанаттікі 1, 2. Кім жеңімпаз болды балалар? Нұрым жеңімпаз болды. Жарайсың Нұрым. Ал балалар, осы бескене ойын ойнау арқылы шапшаңдықты және икемділігіміз артады. Сендерге осы ойын ұнады ма? Иә. Жарайсыңдар балалар.